Сәлем оқырман. Соңғы кезде айналамызда болып жатқан оқиғалар, жұрттың аузына ілінген есімдер, бәрі бір-біріне байланысты екенін түсініп отырсыңдар ма? Сержан, Ақерке, Назым. Осы үшеуінің арасында не болып жатқанын мен біраздан бері бақылап жүрмін. Бүгін бөлісетін нәрсе көп. Ендеше бастайық. Кеше бір әңгіме шықты. Сержан Ақеркені алып қашуға дайындалып жүр деген. Қызды алып қашып кетсе қалай? Көне ма? Не масқара болып бандай боқым мемлекетте бол. Сенбес едің, иә. Бірақ мен таң қалмаймын. Жағдай соған келе жатыр. Көп нәрсе үндемей жасалып жатқан сияқты. Ақерке қазір сырттай еркін көрінеді. Гүлдер, stories. Танысулар. Бірақ шын мәнінде ренжіп жүр. Иә, ренжіген. Бірақ кеткен емес. Іштей Сержанды күтіп жүргенін мен көзінен ақ білем. Жаңа таныстыққа зауқым жоқ деді. Гүліңіз үшін рахмет деп салқын жауап берді біреуге. Ол жігіт емес. Ол басқа біреуді күтіп жүр. Сержанды. Ал Сержан не істеп жүр? Біресе өткенге көз тастап, біресе 2017 жылда аңсап. Назыммен бірге болған кездерді еске алып, жазба қалдырды. Қайран қалған 2017 жылым. Бәлкім сол кезде бәрін сақтап қалу керек пе еді. Дегенмен ол да біледі. Назыммен болған нәрсе шынайы махаббат емес. Маркетинг, контент, реклама. Сенерсің, сенбесің, бірақ дәл қазір Сержанның жүрегі бір адамда ғана. Ол Ақерке. Бір қызығы, жақында үйленуге ұсыныс жасалған дегенде сөз шықты. Қайдан? Кімге? Кім тарапынан? Түптің түбінде бәрі Ақеркеге келіп тіреледі. Себебі басқа ешкім шын сезіммен күтіп жүрген жоқ. Назым бәрін жапты. Ол ешкімге қатын болмаймын деп шешіп қойған. Назым өзі айтты. Мен қызымды босанғалы бері ешкіммен жүрмеймін де, тұрмысқа шықпаймын деп уәде бергенмін. Ешбір бай жағдайымды жасап берген жоқ, бәрі өз еңбегім. Мұндай сөздерден кейін Назымның Сержанмен болашағы жоқ екені анық. Болса да ол баяғыда біткен сценарий. Ал Ақерке ше? Ол күтіп жүр. Бұл кісі менімен ойнап жүр, либо бұл кісі халыққа ойнап жүр ма деген сияқты ой келеді. Кездестіңіздер ма, көрістіңіздер ма деп жазып жатқандар көп екен. Мен ол адамды мүлдем көрген жоқпын. Видеоны аңдып жүр деген сияқты әңгімелер болып жатыр. Енді просто мені тура сондай расстояниеде көріп тұрып, адам қасыма келмеу деген ол өте бір қызық не. Бірақ ашып айтпайды. Себебі көңілі жаралы. Сол жараны Сержанның өзі жазғысы келіп жүрген сияқты. Бірақ ол әдеттегідей әрекетсіз. Тек пост, тек еске алу. Бірақ мен айтам. Егер ертең Ақеркені алып қашып кетсе, таң қалмаңдар. Себебі махаббат бар. Тек мақтаныш, реніш, намыс бәрін бұл тартқан. Бірақ жүректе бір-бір үшін орын бос емес.